Мен жұмыстармен жолға шықтым. Жол ауыр болды. Қатты шаршадым. Мен жолдан неше түрлі көрдім. Қараңғы орман, бұзылған қалалар және тағы басқа. Мен көзімді жұмғызбауға тырыстым. Бірақ өзімнің қалай соғылғанын да ұмытып қалдым. Мен жерде жаттым. Не болған есімде жоқ. Сосын менің қасыма бір топ адам келіп, бірдеңені талқылап отырды. Енді бұл адамдардың жақсы екеніне үміттенемін. Адамдарды анықтап көре алмадым, және сол қолымда ауырып тұрды. Ұйқыдан тұрсам, менің басымды ескі сүлгімен орап қойыпты. Және сол қолымда ауырып тұр. Бұл ауылдағы үй деген ойдамын. Себебі үй ескі болды. Және бір фотоларда тұрды. Бір үлкен отбасының үйі шығар деген ойдамын. Сосын далаға шықтым. Далаға шыққан соң екі адамды көрдім. Бірі отын жарып, ал бірі киім іліп жатты. Бір түрлісі, ол екеуінің де түрі қатты көңілді болып көрінбеді. Мен ең бірінші осы ауылдың сыртын жауып тұрған шарбақтарды байқадым. Олар бұны не үшін жабады? Сосын маған 50 жастағы бір әйел келді. Сіздің қолыңыз қалай? Мен қайдамын? Деп ең бірінші сөзді айттым. Сосын бәрібір рахмет айтайын деп шештім. Сізге рахмет мен құтқарғаныңызға. Оқасы жоқ. Сізді қараңғы болмай тауып алдық. Сіздің жолыңыз болды. Иә, сіздің шарбақтарыңызға қарап, мұнда жабайы жануарлар көп шығар, иә? Осы ауылдағы адамдар менімен соқтығысып қалғаннан кейін мен туралы өсек айта бастады. Және кейбір үйлердің терезесінде осындай ағаштар болды. Бірақ мен әйеліме менімен не болғанын айту керек. Мен оған келе салысымен қоңырау шаламын деп айтқанмын. Сіздерде телефон бар ма? Мен қоңырау шалайын дегем. Телефон ең жақыны осы қыстақтан 10 километр жерде. Сізге қазір тынышталып демалу керек. Деп айтты маған сол кісі. Тынышталу? Мен аварияға түстім. Мен жақындарым мен қайда екенін білмейді. Мен өзім де білмеймін қайда екенімді. Мен сіздердің көмектеріңізсіз де жете аламын. Біз қазір ол жаққа бара алмаймыз. Кеш болды. Мен сізге бәрін түсіндірем. Үйге кірейік. Неге екенін білмеймін. Әйтеуір осы жерде мен ашуыма тиді. Қайдағы бір мақұлық мені басқарып тұр. Мен полицияға айтуым керек мен қайда екенімді. Және бұл жердегі адамдар да бір түрлі. Осы жерде мен ашуланып кетіп қалдым. Ол жерде 3 метрлік дәу есік болды. Мен ол жерге баруға кеңес бермеймін. Кешке қарай өте қауіпті болады. Ол өз көзімен көрмейінше сенбейді. Бара берсін. Оған ашыңдар есікті. Мен әрең дегенде осы ауылдан құтылдым ау. Орманда толық тыныштық болды. Мен өзім қадамдарынан басқа дым естімедім. Және құстар мен жәндіктердің қытырлағандарын ғана естідім. Сосын бір қадамдарды естідім артымнан. Қарасам артымнан бір адамдар жүр. Бұл ауылдағы адамдар ма? Оларға менен не керек? Не олар мені аңдып жүр? Мен ұзағырақ жүрген сайын олар көп бола бастады. Олар жердің астынан атып шыққандай. Сосын олар мені қоршап алды. Олар адамдар емес, адамдардан басқаша тіршілік иесіне ұқсады. Қорқынышты бір мақұлықтар. Олар маған қарап тұрды. Және жақындай бастады. Және мен біреудің бірдеңе шайнап жатқанын естідім.
артымда біреу бір затты ұстап шайнап жатыр. Ол не екенін қарасам, адамның қолы. Бұл мақұлықтар адамның қолын жеп жатыр. Өлген адамның қолын. Және олар секунд сайын маған жақындай бастады. Мені қоршап алды. Мен көмексіз қалған сияқтымын. Сол кезде мен өкіндім. Неге ол ауылдан кетіп қалдым? Неге сол ауылда қала бермедім, а? Машинаға тез мін. Сенің ақымақ басыңды жеп қоймай тұрғанда.